Барлықтарыңызға сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Достар, мен сіздерге бүгін видео түсіргім келіп тұр. Яғни біз бүгінгі видеода слайм жасаймыз және слаймды тексеру болады. Яғни мен ютубта көрген болатынмын, осындай йод шығады екен, осындай йод спирт ерітіндісінен. Және де бүгін мен осыны тексеріп көргім келді. Және бұл бұрқышқылымсыз слайм, яғни тексеріп көру, йодтан слайм шыға ма, шықпай ма, сонда бүгін тексеріп көретін боламыз. Ал егер видео қызық болса, бастаймыз, кеттік. Бірінші бізге қажетті заттарды айтып кетейін. Бізге ыдыс керек. Мен әдейі осындай кішкентай ыдыс алдым. Баяғыда покупной слаймдардың ыдысы. Және де араластырғанға осындай карандаш ала салдым. Және басқа заттарын білдіргім келген жоқ. Сондықтан простой қара карандаш ала салдым. Және біздің ең басты маңызды бұл йод. Йод керек болады, яғни йод спиртінісі, ерітіндісі. Бұны аптекалардан таба аласыздар, және де кәдімгі ПВА клей, бұл менде Alina Paint-тікі. Ендеше бастаймыз. Мен осының ішіне өзімнің керек мөлшерде клейді қосып аламын. Мен азғантай қосамын, себебі мен бұл зат шықпай қалса, осынша жетеді, және мен көп қойып жүрген сияқтымын. Болады, жетіп қалады осы. Енді біз осының үстіне осы спиртті, яғни йодты қосамыз. Мен қайта спирт деп жатырмын. Және болсын ашып алайын мен қазір. Неге ашып алдым, және бұл менің кішкене болсын қолымды бірінші болып білдірді. Енді бастайық, ішіне азғантайдан қосамыз. Және бұл достар, проверка ешқандай шығады деп мен айта алмаймын. Тексеру деген бұл шықпай қалуы да мүмкін. Және араластырамыз. Және бұған ешқандай краситель қосудың қажеті жоқ. Түсі бәрі бірде осы йодтың түсіндей болып тұрады. Және жақсылап тұрып араластыру керек бізге бұны. Және де достар, мен осылай қоямын деп шештім, себебі бұл менің фонымды білдіріп жатыр десем де болады. Және ол бірден білдіреді. Араластырамыз. Бізден слайм шығып жатыр. Көріп тұрсыздар, бірақ түсі жаман екен. Достар, йодпен слайм жалпы шығатын секілді, себебі бұл осылайнан, яғни айналып жатыр. Яғни ыдысынан кішкене де болсын жиналып жатыр. Және достар, мен жаңа ас бөлмесінен ас содасын алып келген болатымын. Және мен қазір осы ас содасын қосып көремін. Мүмкін менде осы ас содасы арқылы шығып қалар. Жұмыс жасайды екен. Достар, мен араластырып жатырмын, және мен артық заттарды алып тастадым. Және мен тағы кішкене щепотка, тағы 3 щепотка соданы салғаннан кейін бұл осылай менде загущаться етті. Достар, мен бұған ешқандай загуститель или болмаса борный кислота деген заттардың ешқайсысын қосқан жоқпын. Жай ғана бұл менде йод пен сода. Сондықтан да сіздер жасап көріңіздер, және ұзақ араластыру керек. Және мен бұның карандашын сынып қалды. Және менде осындай слайм шықты. Құттайда болсын, әйтеуір слаймнан заты шықты, бірақ та өте жаман слайм секілді. Қараңыздар қандай болып жатыр. Бұл меніңше соданың әсерінен. Вот көріп тұрсыздар қалай болып жатқанын. Және осылай болып жатыр. Не істерге қазір осыны қолымда жинап осы жерге алғаннан кейін барып көрсетпесем, ато бұл менде қолымнан барлығына жап жатыр. Достар, менде бұл йодтан слайм шығады екен. Мен бұны сіздермен бірге тексеріп көрген болатымын. Және бұл ағзаттар не деп сұрасаңыздар, бұл ағзаттар, яғни сода. Бұлар жаңа мен осы жерге төгіп алған болатымын. Соның барлығын жинап алды, және бұдан слайм шығады екен. Қараңыздар, вот осындай
йодтың барлығы, бірақ жалпы басында бұлның түсі, йодтың түсі осындай болды, кейін оны йодты қоса беріп осындай қою жасыл түс болды. Және бұл слайм шығады, бірақ күшті болып шығады деп айта алмаймын. Бірақ егер тексеріп көрем десеңіздер, тексеріп көріңіздер. Егер қаласаңыздар, онда тексеріп көріңіздер. Және де видео ұнаса міндетті түрде лайк басып каналыма тіркеліп кетеміз. Сіздерге барынша қызықты видеолар шығаратын боламын. Және де лайк басып каналыма тіркеліп, комментарий бөлімі ашық болса, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.